Енді бір-екі штрих. Ресейде полицейлердің параға не алатыны туралы BBC порталы материал жасапты. Татарстанда учаскелік полицей балықшылардан 260 келі балық, тіпті қайықтың моторын алған. Бұл енді аулаймақ. Топ-менеджментке келсек, жақындарының үйінен түрлі валютада жалпы сомасы 9 миллиард рубль табылған полковник Захарченко қымбат теңіз өнімдерін сататын кәсіпкерден жеңілдік беретін карт алып, лобстер мен устрицаға тойған көрінеді. Дәлірегі тауарда 50% арзан алатын карт арқылы 3,5 миллион рубль жеген. Бұл азы. Осы Лемарам мейрамханалар желісінің қожайыны Медидус полковникке $800 мың парада берген. Ресейдің ішкі істер министрлігінде отын энергетика саласындағы қылмыстармен күрес жөніндегі бөлімде істеген полковник Дмитрий Захарченко 2 жыл бұрын ұсталған. 7 миллион рубль пара алды деп, кейін әпкесінің үйін тінткенде, жаңа айтып тұрғандай түрлі валютада жалпы сомасы 9 миллиард рубль сақталған қойма табылған. Полковник ол ақшаның қайдан келгенін түсіндіре алмаған. Ал біздің Шымкентте салық бойынша арақ-шарап қоймасын тексеріп барған мемлекеттік кіріс департаментінің қызметкері 280 бөтелке арақ ұрлапты. Акцизді маркалары сәйкес келе ме жоқ па, соны анықтаймын деп отырып. Сот оның 1 жылға бас бостандығын шектеген. Өткенде елімізде арақ ішу азайды деген мәліметті көзіміз шалған. Мынаған қарағанда онша азаймаған ау. Әлде той жасайын деп жүрді ме екен? Мүмкін дүкені бар шығар.